Сәлеметсіңдер ме, балалар? Бүгінгі жаңа тақырыбымыз менің отбасым тату. Тема сегодняшнего урока «Моя семья дружная». Сабақты бастамас бұрын әдеттегідей жаңа сөздермен танысамыз. Давайте мы с вами познакомимся с новыми словами. Өзім, сам, адам, человек, отбасы мүшесі, член семьи, шағын, небольшой. Тағы да қайталаймыз. Өзі, адам, отбасы мүшесі, шағын. Келесі бізде первое задание, бірінші тапсырма, 64-ші бет. Прочитайте текст. Оқылым тапсырмасы. Бірінші, менің отбасым үлкен. У меня большая семья. Отбасымда 8 адам бар. В моей семье 8 человек. Улар атам, они. Атам — это дедушка, әжем — бабушка, әкем — папа, анам — мама, әпкем — сестра, інім — младший брат, және мен, и я. Атамның аты Әділ. Дедушку зовут Әділ. Әжемнің аты Асыл. Бабушку зовут Асыл. Әкемнің аты Асқар. Отца зовут Аскар. Анамның аты Анар. Маму зовут Анар. Әпкемнің аты Дана. Сестру зовут Дана. Інімнің аты Әли. Братишку зовут Али. Өзімнің атым Әлібек, а меня зовут Алибек. И у нас есть второй текст. Менің отбасым шағын. Моя семья небольшая. Отбасымда 3 адам бар. В моей семье 3 человека. Олар әкем, анам, және мен. Они папа, мама и я. Әкемнің аты Ғалым. Отца зовут Галым. Анамның аты Жания. Маму зовут Жания. Өзімнің атым Әнел. Меня зовут Анель. Келесі бізде жазылым тапсырмасы. Это у нас письменная работа, ребята. Пишите в тетради. Үшінші тапсырма 65-ші бет. Оқы, сұрақтарға жауап бер. Прочитай, дополни предложение. Здесь у нас есть пример. Менің әкемнің аты Болат. А здесь вы пишите имена своих родителей. Например, менің әкемнің аты, менің анамның аты, ағамның, әпкемнің, інімнің, қарындасымның және сіңлімнің аты. Балалар, осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.